Барлығыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен балды торт рецептімен бөліскім келеді. Мен бұл рецептпен көп жылдар бойы жасап келемін, әрқашан өте нәзік, жұп-жұмсақ болып шығады. Тортты көрін жасау үшін бізге сары май қажет, қант, бал, 3 жұмыртқа, ас содасы және 2 стакан ұн қажет. Ең бірінші біз баяу отта сары майымызды жақсылап жібітіп аламыз. Жібіген сары майдың үстіне қант қосамыз. Араластырып ертіп аламыз. Үстіне бал қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Заттардың бәрін ертіп болған соң, отымызды өшіреміз. Үстіне ас содасын салып, араластырамыз. Сосын 5 минут қойып қоямыз, өйткені жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Сосын біртіндеп жұмыртқамыз саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Сосын бірінші стакан ұн салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 2 стакан ұн салып, жақсылап араластырамыз онда. Менде шамамен 300 граммдай ұн кетті. Өте көп ұн қоспаймыз. Мінекей осындай қамыр болып шығуы қажет. Енді мен үстелдің үстіне бірінші ұнымды сеуіп аламын. Сосын қамырымды салып, жақсылап илеп аламын. Илеп алғанда мен 5 бөлікке бөлдім. Өзіңіз қалағанша 5, 7 немесе 10 бөлікке бөлсеңіз болады. Пергамент қағазында 5 бөлікке бөліп аламыз. Әр пергаменттің үстіне кішкене ұн сеуіп, әрқайсысын жайып аласыз. 200 градуспен пісірсеңіз, әрқайсысы 5-10 минутта көтеріліп, қызарып шыға келеді. Ең бастысы кішкене қызарса болды, келесімен ауыстырып, тез пісіріп ала аласыз. Бұл корждарды қонақ келер алдын ала 1-2 күн пісіріп қойсаңыз да болады. Суытып пакетке салып қойсаңыз, өте жақсы сақталады. Мінекей піскен корждарды мен әрқайсысын кальциямен із салып, пышақпен кесіп аламын. Кальцияның диаметрі 20 см. Егер сізде кальция болмаса, онда орташа тарелкамен кесіп алсаңыз да болады. Жан жақтарын тастамаймыз. Ол бізге тортты әсемдеуге қажет болады. Жан жақтарын блендермен үгітіп алсаңыз да болады. Блендеріңіз жоқ болса, мен сияқты пакетке салып, оқтаумен жүргізіп шықсаңыз, блендерден кем түспейді. Креміне мен заварной крем жасаймын. Ол үшін 500 мл сүтке 2 ас қасық ұнды салып, бірінші жақсылап араластырып аламыз. Сосын мен 50 граммдай қант қостым. Өзіңіз қалауынша, егер тәтті болсын десеңіз, көбірек қант қоссаңыз да болады. Баяу отқа қойып, тоқтамай араластырып тұрамыз. Сол кезде мінекей осындай қою крем шығады. Енді тортымызды құраймыз. Менде 5 корж болғандықтан әрқайсына 5-6 ас қасықтай крем кетті.
торттың жанында креммен жап шығамыз. Сосын үгітілген коржымызды сеуіп шығамыз. Дайын тортымызды 3-4 сағатқа холодильникке салып қойсаңыз, коржға крем сіңіп, өте жұп-жұмсақ болып тұрады. Әсемдеуге келетін болсақ, әркім өзінше әсемдесе болады. Мен ең алдымен қант ұнтағын сүйіп алдым. Сосын үстіне қағазбен араның ұясы пішіндес етіп қиып алып, үстіне корждың ұнтағын сүйіп шықтым. Осындай сурет шықты. Тортымыз өте нәзік, жұп-жұмсақ болып шығады. Сондықтан міндетті түрде осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алда әрі өте керемет тағамдар әзірлейтін боламыз. Астарыңыз дәмді болсын, қош сау болыңыздар.